Біз алдыңғы видеода кіші жүзге кіретін Адай руының ірі тұлғасы Әулие Бекет ата туралы кеңінен баяндап едік. Ал бүгінгі видеода Шапырашты руына тоқталып өтеміз. Шапырашты қазақ халқының ең мықты руларының бірі. Шапырашты ұлы жүздің құрамына кіреді. Шапыраштылар көбінесе қазіргі Алматы облысының территориясында қоныстанған. Олар кезінде жер жәннаты жетісуды жауыз жоңғарлардан қорғауға зор үлес қосқан. Қазақ тарихында Шапыраштыдан шыққан ұлы тұлғалар өте көп. Біз бүгін соның бесеуін айтатын боламыз. Жамбыл Жабаев 100 жыл өмір сүрген әйгілі жырау. Ол қазіргі Жамбыл облысында дүниеге келген. Яғни жыраудың құрметіне бүтіндей бір облыстың аты берілген. Қазақстанда адам аты берілген жалғыз облыс осы Жамбыл облысы еді. Кейін оның қатарына Абай облысы қосылды. Жамбыл Жабаевтың құдіреттілігі сонша, оның қайтыс болған ауданына өзінің есімі қойылды. Қазір Алматы облысында Жамбыл ауданы бар. Осыдан-ақ Жамбыл Жабаевты тек халық емес, билікте қатты құрметтегенін аңғарамыз. Оған 20 ғасырдың Гомері деген атақ берілді. Жамбыл Жабаевты тіпті жауыз Сталиннің өзі ерекше құрметтеген. 1936 жылдары Сталин бүкіл қазақты қуғын сүргінге ұшыратып қырып жатады. Сол жылы Жамбыл Жабаев Қазақстан әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде ірі басшылармен бірге Мәскеуге барады. Кремльде Сталинмен кездесуді күтіп тұрған басшылар Сталинге сәлемді алдымен Жамбыл беруі керек деп шешеді. Бір кезде есікті айқара ашып, Сталин бастаған политбюро мүшелері түгел көрінеді. Ал есік алдында Жамбыл жоқ. Сасқалақтаған қазақстандық бастықтар жабылып Жамбылды іздесе, ол еденге шапанын жайып тастап, уақыты келіп қалған намазын оқып отыр екен. Абдырап қалған қазақстандық басшылар демдерін тартып үн-түнсіз тұрып қалады. Себебі Сталин қастарына келіп қалып еді. Сонда Сталин Жамбылды көріп, әр ұлт өзінің дінін құрметтеуі керек деп күлімсіреп, Жамбылға кеңшілік жасаған екен. Егер Жамбылдың орнында басқа біреу болғанда Сталин оны аттырып тастайтын еді. Жамбыл асықпай намазын бітіріп, шапанын киіп, белбеуін буынып, бері бұрылып, ассалаумағалейкум істеке деген көрінеді. Намазына осылай беріктік танытқан Жамбыл ата әр өлеңі, жыр қиссасын бастарда Аллаға бір сиынып алып, сөзімнің басы бісміллә, бісмілләсіз іс қылма дейді екен. Тілмаштар оның жырын қағазға түсірерде, Совет үкіметінің саясатына қарсы келетін сөздерді жазбай кетіп отырған. Жамбылдың ақындық қабілетіне күмән келтіретіндер көп болған. Сонда Совет одағының орталық комитеті Леонид Соболев есімді жазушыны анық қанығын білуге Ұзынағашқа жіберген. Жамбылдың жыршылығына таңқалған жазушы 3 күн қасында болып, 20 ғасырдың Гомері деп баға берген. Гомер ежелгі грек халқының аты аңызға айналған эпик ақыны. Оның бүкіл әлемге танымал Илиада, Одиссея деген дастандары бар. Ал Жамбылдың Ленинградтық өренім деген өлеңі бүкіл Совет одағына әйгілі болды. Бұл өлеңде ол Ленинград қаласын немістерге бермей қасыққаны қалғанша соғысқан сарбаздар туралы жырлайды. Соғыста Жамбылдың ұлы Алғадай қаза табады. Жерді болжап айқаспақ жабықпаған Ленинград, Сталин әмір берген шақ сап-сап болып қол барар. Қорғап сені ол қалар. Қатты майдан алда бар, жанышталар айдағар. Жаталмаймын төсекте. Жаным қалай жайланар. Құсы ұйқылы көнемін, қайтып ұйқы көремін, жетсін деймін сендерге. Жыл құсындай өлеңім, қаласындағы Лениннің сайып қыран өренім деп жырлайды Жамбыл. Бірақ Жамбылды осы өлең үшін сынаған қазақ зиялылары болды. Соның бірі қазақтың заңғар ақыны Мұхтар Шаханов. Ол Жамбыл Жабаев Сталинге жағымпазданды деп сынады. Ал поэзия жағынан келгенде басқаларға үлгі ететіндей, Жамбылдан 2 жол өлең таппадым деді Мұхтар Шаханов. Бірақ осы сөзінен соң жұрт Шахановқа қатты ашуланды. Шаханов Жабаевтың заманында өмір сүргендей сөйледі ғой. Ұят іс деп сынады. 1941 жылы Жамбылға мемлекеттік сыйлық берілді. Қарасай қазақ халқын жоңғарлардан қорғауға басын тіккен әйгілі батыр. Ол 1598 жылы Алматы облысының Жамбыл ауданына қарасты Суықтөбе тауының етегінде дүниеге келіп, арқа жерінде Көкшетау үшін болған шайқаста ауыр жараланып дүние салған. Бүгінде Алматы облысында Қарасай батыр атындағы үлкен аудан бар. Оның орталығы Қаскелең қаласы. Алматының халқы өздерінің ұлы тұлғаларын қатты құрметтейді.
Қарасай Батыр Қарғалы, Ұзынағаш, Қастек, Жирен Айғыр, Ырғайты өзендері бойындағы Қарақия, Ақтасты, Сарыжазық, Суықтөбе тауларындағы ұрыстарда жау шебін бұзып ту тіккен. Яғни Қарасай Батырдың Жетісу жерін жоңғарлардан азат етуге қосқан үлесі өте зор. Егер Қарасай Батыр болмағанда Қазақстанның біраз жері жоңғарға өтіп кетуі әбден мүмкін еді. Бір шайқаста Жетісудың әжептәуір бөлігін басып алған жоңғарлар жеңіске мастанғаны сондай, Алатау асып, қырғыз жеріне қалың қолын төгеді. Ыстықкөл өлкесінде өткен шайқаста қырғыз жұрты жауға төтеп бере алмай қалады. Сонда бауырлас елді көрініп келген апаттан құтқарайық деп, жанына 5000 жасағын ертіп, Шапырашты Қарасай Батыр шу жазығында жоңғарға қарсы ұрыс салған екен. Қарасайдың өзі жекпе-жекте қылышпен қалмақтың қоңтайшысының оң қолын шауып түсіреді. Осына арқаланған қазақ, қырғыз жасақтары әруақ шақырып, майдан даласында айта қаларлықтай ерліктер көрсеткен. Ораз Жандосов 1889 жылы Алматы облысы Қаскелең қаласында дүниеге келген. 1938 жылы халық жауы деп атылып кетті. Ораз Қазақстанда советтік билік орнағаннан кейін Жетісудың ұлт істері жөніндегі облыс бөлімін басқарды. Сол кезде ол совет билігінің тоталитарлық жүйесіне, жан дүниесімен қарсы болды. 1918 жылы небәрі 19 жасында Ораз Жандосов Қазақстандағы іс қағаздарды қазақ тілінде жүргізу керек деген мәселе көтерген. Сонда қазақ тілінде ешбір оқулық, әдебиет жоқ кезде Ораз Жандосов қазақ баласының білім алып, сауатты болу үшін алғашқы ауыл мектептерін ашқызды. Өйткені ол кезде Ораз Жандосовтың қолында үлкен билік болды. Ол билігін ұлт мүддесі үшін пайдаланды. Нәтижесінде қазақ балалары орыстың балаларынан кем болмай қатар білім алды. Көзі ашылды. Оған Мәскеу билігі тісін қайрап, кек алуды ойлады. Себебі Мәскеуге Ораз секілді қазақты сүйетіндер емес, қазақты жек көретін шолақ белсенділер қажет еді. Олар қазақтарды тек мал бағатын құл ретінде ұстағысы келді. Ал 22 жасқа келгенде Ораз Верный қаласының атауын Алматы етіп өзгерту жөніндегі бұйрыққа қол қойды. Нәтижесінде Верный қаласы Алматы болып өзгеріп, әлі күнге дейін сақталып тұр. Егер қаланың аты Алматы болып өзгермегенде, бүгінге дейін Павлодар, Петропавл сияқты орысша аты өзгермей Верный болып тұрар еді. Қазір Алматы қаласы гүлденіп, орталық Азиядағы ең әсем қалаға айналды. Тіпті Ташкенттен де озып кетті. Ораз Жандосов жауапты қызмет істеп жүргенде Қазақстанда аштық басталды. Сол кезде Ораз Жандосовтың талай жанды аштықтан аман алып қалғаны жайында көп айтылады. Яғни ашаршылық жылдары Жандосовтың араласуымен орталық Қазақстанның біраз жеріне астық егіліп, жергілікті халықтың нанға қолы жеткені тарихтан белгілі. Егер Ораз Жандосов астық егуді қолға алмағанда, қазақ халқы бұдан да көп қырылар еді. Ораз Жандосовтың ұйымдастыруымен елімізде бірнеше жоғары оқу орындары ашылды. Мәселен, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, ауыл шаруашылық және мал дәрігерлік институты. Алматыдағы мемлекеттік кітапханада Жандосовтың атсалысуымен ел игілігіне берілген болатын. Нәтижесінде қазақ жастары да жоғары білім алу мүмкіндігіне ие болды. Ораз Жандосовтың ең басты ерлігі Қазақстанның Мәскеудегі орталық биліктен тәуелсіз, өз экономикасы болу керек деген идеяны ұстанғаны. Сол кезде Жандосов қатысын қайрап жүргенде оны ұлтшыл деп айыптап, түрмеге қамады. 1 жыл бойы ұрып соғып азаптап, 38 жылы атып тастады. Сүйінбай Арон ұлы 1815 жылы қазіргі Алматы облысы Қарақастек ауылында дүниеге келген. Сүйінбайды Шапыраштылардың белді аталарының бірі десек болады. 90 жылдары Қазақстанда алғаш теңге шыққан кезде 3 теңгеде Сүйінбайдың фотосы бейнеленген. Ол кезде 3 теңгеге біраз нәрсе алуға болатын еді. Мысалы, шоколад, қораз, кәмпит, сағыз, құрт, шемішке сияқты ас ауқатты балалар 3 теңгеге таласып сатып алатын. Яғни ол кезде Сүйінбай бейнеленген 3 теңгенің құны бар еді. Қоқан хандығының шапқыншылығының кесірінен жан-жаққа бытырай көшіп, қиын қыстау кезеңде, яғни 1840-1860 жылдары аралығында іргесі ыдыраған қазақ руларының басын біріктіруде Сүйінбайдың ықпалы зор болды. Яғни Сүйінбай тек айтыскер ақын емес, ел бастаушы би болды десек қателеспейміз. Ол қырғыз ақына қатағанмен айтысып, қазақ халқының намысын қолдан бермеген.
1848 жылы Кенесары ханды Ресейге ұстап берген қырғыз манабы Орманхан шешесіне ас береді. Бұл жиынға қазақтың тезек төре, бөлтірік шешен бастаған игі жақсылары бір қауым ел болып қатысады. Арасында Сүйінбай да бар. Сол кезде қырғыздар мен қазақтар сөзге кеп қалып, ортаға қазақтан Сүйінбай, қырғыздан Қатаған шығып айтысады. Ау, Сүйінбай, Сүйінбай, тоқтат енді сөзіңді. Ойайын ба көзіңді. Ақынмын деп ойлайсың. Мен тұрғанда өзіңді. Келіп қапсың байқамай, өле тұғын жеріңе. Қазулы тұрған көріңе, көрсетейін көзіңе. Әскер тартып барғанда өзімдікі болмап па ет, қойныңдағы жарларың, атқа мінген жастарың. Кенесары төреңнің басын кесіп алғамын. Наурызбайдай бегіңді итіме сүйреп салғамын. Заты жаман Сүйінбай, қане кегіңді алғаның деп айтады. Сол кезде қазақтар қатты сасады. Өйткені Кенесары хан олардың жанды жері еді. Сонда Сүйінбай сөзден тосылмай, мақтанып жүрсің, Қатаған 5-6 біткен танаға. Кенесары, Наурызбай, қырғызды келіп 5 шауып келтірген аузын тобаға. Манаптарын кергілеп, апарып тыққан молаға. Бұл құдайдың қазасы, қазаға қарсы бола ма? Қырғыз, қазақ елдесіп, тыныштықта тұрғанда тіліңді тартып сөйлегін. Қатаған ақын оңбайды, тіл тигізген халыққа. Әруаққа тас атты, барарсың әлі ақ, Қатаған. Дозақ емес тамұққа деп келіп, Сүйінбай бүкіл қазақтың 300-і біріксе, жауды жапырып тастайтынын, сол себепті де қазақ пен қырғыз арасына от салмау керектігін ескертеді. Сол кезде асқа жиналған қауым ел Сүйінбайға жалынып жүріп кешірім сұрайды. Осылайша Сүйінбай Қатағанмен болған айтыста Кенесары өлген соң бәсеңсіп қалған қазақ халқының рухын асқақтатады. 1800 жылдардың ортасында өмір сүрген Саурық пен Сұраншы батырлар Жетісу өлкесін жаудан қорғау жолында болды. Саурық батыр немере інісі Сұраншы батырмен бірге Жетісуды ілеге дейін билеген Қоқан ханы мен Қырғыздың Орман ханына қарсы жергілікті халықтан жасақ құрып, қазақ жерін қорғаған. Жер бетінде Орман ханнан асқан опасыз болмас, ол адамның сұмпайысы, сөзінде пәтуа жоқ деп айтқан екен Саурық батыр. Себебі Саурық батыр бұл пікірін Орман манаптың орыс билігіне сүйеніп Дулат тайпасының жерін тартып алу үшін жасаған әрекетіне байланысты айтқан болу керек. Қырғыз қолын күрпік және самақ дегендер басқарады. Олар Саурық батырдың ауылына келіп 700-дей жылқысын қырғыз жақ бетке қуа жөнеледі. Барымташылардың артынан 100 шақты қазақ жігіттері қуып шығады. Әйелінің сауытыңды киіп шық дегеніне құлақ аспай қойтыры атты арғымағын мініп тұра шапқан Саурық барымташыларға бірінші болып жеткенде, қырғыз самақ пен күрпік Саурықты бірден танып, астындағы атын құлатып, жаяу қалған Саурықты найзамен түйреп өлтіреді. Ағасы өлген соң оның ісін інісі Сұраншы жалғастырды. Ол 1850-60 жылдары Қоқан билеушілерінің Жетісуға басып кіруіне қарсы күресті. 64-65 жылдары Ресей әскері сапында Ұзынағаштан Сайрамға дейінгі қазақ ауылдарын қоқандардан азат етуге қатысты. Құрметті көрермендер, Шапыраштыдан біз білетін тұлғалар осы. Сіз қандай тұлғаларды білесіз? Комментарийге жаза кетіңіз.